Экспо 2017 көрмесінің ресми таңбасы басылатын ең үздік кәдесый анықталады. Бүгін Астанада Ұлы дала жәрмеңкесі деп аталатын республикалық көрме жәрмеңкесі басталды. Оның аясында үздік сувенирлерді анықтау үшін республикалық байқау жарияланды. Шараны ұйымдастырушы бірнеше үкіметтік емес ұйым және Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы даму бағдарламасы. Үздік кәдесыйларды арнайы қазылар алқасы анықтап, олардың тізімі ұлттық компанияға жолданады. Конкурс алдағы маусым айында қорытындыланады деп жоспарлануда. Сондай-ақ алғаш рет ұйымдастырылған Ұлы дала жәрмеңкесінің аясында бүгін ертең қолөнер шеберлері мен ұлттық нақыштағы киімдердің көрсетілімі өтті. Оған республиканың түкпір-түкпірінен қолөнер шеберлері мен дизайнерлер қатысып жатыр. Экспо бұл үлкен жәрмеңке ғой, жерде тек қана ғылыми зерттеу және де басқа да көріністер таппай, және де осындай да көріністер әлбетте түрде болу керек тағыны келген қонақтарға өздерімен бірге алып кететіндей осындай түрлі заттар болу керек. Сол заттардың біздің қазір ұйымдастырып отырғанымыз сапасы өте жоғары деңгейде болудағы керек тағыны, және де өте жақсы заттар дайындалу керек.